Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз бүгін Райымбек ауданына қонаққа келіп отырмыз. Хан Тәңірінің етегіне, Райымбек бабамыздың туған, жүрген жерлеріне келіп отырмыз. Мұқағали атамыздың өлеңдетіп серуендеген жерлеріне, сондай қасиетті, үлкен, сондай әдемі табиғатымен бай, сондай ауданға келіп, қонаққа келіп отырған жайымыз бар. Аға, ассалаумағалейкум. Біз Малтабу KZ сайтынан келіп отырмыз. Малтабу KZ сайты осы ауыл шаруашылығын дамытуға, шаруаларға көмектесуге үлесін қосып жүрген үлкен сайт болады. Өзіңізді таныстырып, осы бір-екі ауыз сөз өзіңіздің аудан туралы айтып кетсеңіз, қанша елді мекен бар, аудандарыңыз осы ауыл шаруашылық саласында қандай, біздің Қазақстан елімізге қандай үлесін қосып жатыр, қанша асыл тұқымды малдарыңыз осында өсіп жатқанын бәрін соны бір айта кетсеңіз. Енді келіп біздің ауданға жағдайымызды өз жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ауданымыз осы Қазақстан Республикасындағы ежелгі тарихта орны бар белгілі аудандардың бірі болып саналады. Енді ауданымыздың табиғаты қоңыржай белдеуінде жатқандықтан малға, егістікке, егістіктің ішінде өте-мөтемді картоп өсіруге өте қолайлы регион болып табылады. Ауданымыздың жалпы негізгі бағыты, экономикалық бағыты ауыл шаруашылығы. Оның ішінде негізгі бағыты мал шаруашылығы саласы болып табылады. Енді малдың басы кеңес дәуіріндегі малдың басына жете қойған жоқ, бірақ облыстағы мал басынан алдыңғы қатардағы аудандардың бірінен саналамыз. Соңғы жылдары бізде енді ірі қара түлігінен жылқының басы бойынша почти что облыста бірінші орынға шығып отырмыз. Ірі қараны да өсіруді қолға алдық. Бірнеше хозяйствомыз, бірнеше шаруашылықтарымыз асыл тұқымды малдарды әкеп, сүт, ет бағытында жұмыс жасауда. Аз күндері мына ет бағыты бойынша экспортқа және ішкі нарыққа ет шығару бойынша бірінші ет өңдейтін цех салу жоспарлап отырмыз. Инвестицияның проекттік жобалық құны 1,5 миллиард теңге. Малдың басын жақсартумен тұрақты айланысып келе жатырмыз қазір. Көрсеткіштеріміз жаман емес. Ал енді кезінде ауданның қала берді Қазақстан Республикасының мақтанышы болған Арқары Меринос қойдың негізгі ядросы біздің ауданда. Осы біздің ауданға бірінші болып Қазақстан ғалымдары Арқары Меринос нәсілін шығарған. Қазір сол қолда бар қойдың басының 50%-дан астамы әлі сол Арқары Меринос болып табылады. Бірнеше шаруашылықтарымыз қазір тұқым жаңартумен айланысуда. Ол енді Арқары Мериностың ең басты артықшылығы жаңағы таңқару шеріс дейміз ғой енді. Жүн бағыты. Биаз жүн. Биаз жүн. Енді биаз жүнға кейінгі кезде жалпы сұраныс болмай отыр. Қазақстан Республикасының аумағында да және көрші мемлекеттерінде сұраныс болмай отыр, бірақ біз бұл жұмысты бәрібір жүргізіп жатырмыз. Болашақта осы жүннің өңдеу мәселелерін қолға аламыз деген ойымыздамыз. Енді одан бөлек екінші басты бағытымыз мына астық өндіру, астық өнімдерін өндіру бағыты болып табылады. Жалпы ауданымызда егісі жер көлемі 40 мың гектардан асады. Соның 32 мың гектар таза суармалы жер. Бүгінгі күнгі 18 мың гектар жер суармалы жерді нақты пайдаланып отырмыз. Шаруашылықтар тарағаннан кейінгі, ыдырағаннан кейінгі ішкі шаруашылық каналдарын қараусыз қалғандықтан біраз жерлерге су бармай қиындықтар туғызып отыр. Алайда біз бұл мәселені облыс басшылығымен ақылдасып шешіп отырмыз. Қазіргі күнгі барлық каналдардың жобалық сметалық құжаттары дайын. Тек қана қаражат мәселесіне тіреліп отыр. Егер осы ішкі шаруашылық каналдар толық жөндеуден өткен жағдайда біз суармалы жердің көлемін 32 мың гектарға жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Бұл әрине үлкен потенциал. Суармалы жер дегеніміз ауыл шаруашылығының өзекті негізгі өзегі болып табылады. Алынатын өнім де одан жоғары дәрежеде болады, жаман емес. Жалпы атқарып жатқан жұмыстарымыз осылай.
Енді мал шаруашылығын одан ары дамыту мәселесі, сүт өндіру мәселесі, жаңа картоп өндірісін уже қолға алып жатырмыз. Осының бәріне бізде ауданда мүмкіндіктер бар, жер көлемі жеткілікті. Біз тек қана осы мәселелерді саты-сатысымен біртіндеп мемлекеттік бағдарламаларға сүйене отырып атқарған жағдайда ауданымыздың ел экономикасына берер де мол болады деп ойлаймын. Салыққа табыс көздерін, қосымша табыс көздерін ашу бойынша да бірсыпыра жұмыстар жасап отырмыз. Ол мәселенің бәрі болашақта бір жүйеге түсіп, өзінің нақты жұмысын атқарады деп ойлаймын. Үлкен жұмыс бір жылдың ішінде енді бір ауданды екіге бөліп, қазір жаңа отау құрып, сондай бір жарым жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жетіп жатсыздар. Керемет, жақсы. Енді біздің айта кететін жағдай, біздің Малтабу KZ сайтына сіздің шаруаларыңыз қосылсын, біз үлесімізді қосайық, сіздің ауданға да көмектесейік. Соған мына өндіріп жатқан ет өнімі, сүт өнімі болсын, мына тірі мал болсын, Малтабу KZ сайтына тіркеліп, соған ақысыз, соны ары қарай дамытуға бізде үлесімізді қосайық. Рахмет, Арман. Енді сізбен біздің негізгі мақсатымыз қалай болғанда да халықтың табыс көзін көлемін ұлғайту. Енді қазір нарық экономикасына байланысты елімізде осындай экономикалық бағыт, осындай ұстаным болғандықтан әр адам өзінің өмірдегі жұмысын, кәсібін ашып, өзінің қоғамдағы орнын белгілеп, әр адам өзінің жанұясының табыс көзін ұлғайту керек. Жалпы мемлекетіміздің де президентіміз ұстанып отырған бағыты осы. Бұл бағытта сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңызды жақсы білеміз, жақсы таныспыз. Мына әлеуметтік желіден болашақта сіздермен тығыз байланыста болып, әрине сіздердің көмектеріңіз өте үлкен, көп қажетке жарайды деп ойлаймын. Өйткені біздің ең үлкен қиыншылығымыз мына мегаполис Алматы қаласынан негізгі мал өнімдерін, ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізетін орталықтан біз алыстамыз. Сондықтан болатын болса, осындай мәселелерді сіздердің көмектеріңіз бізге ауадай қажет болады деп ойлаймын. Сіздер көмектеседі деп ойлаймын. Сіздермен біздер бірігіп жұмыс жасасақ, айланып дегенде жаңа тағы да қайталап айтайын, сізбен біздің мақсатымыз тұрғылықты халықтың табыс көзін ұлғайтып, солардың өмір сүру деңгейін көтеру. Әлеуметтік жағдайын түзету. Одан басқа бізден негізгі мақсат жоқ. Қалған бағыттағы жұмыстардың бәрі мемлекет тарапынан істеліп жатыр. Ол үшін мемлекетке қоятын ешқандай жаңағы неміз де жоқ, талап тілегіміз де жоқ. Негізгі басты бағыт біздің қолымызға берілген бар мүмкіндікті пайдаланып өзіміз жұмыс жасап, табыс көзін ұлғайту болып табылады. Келгендеріңізге рахмет. Рахмет сізге де. Көп рахмет. Қонақ қылып қабылдап, сондай қызықты бізге сұхбат берулеріңізге. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Біздің көрермендерге. Амандыққа жолығайық. Сіздермен қол үзбей бірге жұмыс жасаймыз. Қоян қор.